Саламатсыздар ма студенттер, қайырлы күн. Бүгін сіздердің өтетін тақырыптарыңыз Microsoft PowerPoint презентациялар бағдарламасы. Сабағымыздың жоспары: кіріспе бөлім, Microsoft PowerPoint-та презентация құру, негізгі бөлім, таспаның бірнеше қойындылары және қорытынды. PowerPoint бағдарламасы туралы негізгі түсінік. Microsoft PowerPoint көрмелерді әзірлеуге арналған Microsoft Office қолданбалы бағдарламасы. Ол дәріскерлерге дәріс оқығанда немесе баяндама жасағанда және тағы да басқа материалдарды көрнекі материал түрінде жеткізуге мүмкіндік береді. PowerPoint-тың негізгі міндеті ақпаратты қабылдау және есте сақтаудың тиімділігін арттыру мақсатымен көрмелерді жоспарлау, жасау және өңдеу болып табылады. Көрме дегеніміз сіздің қандай да бір қызметіңізге байланысты материалды ұсынуға арналып, компьютерде жасалған слайдтардың көрсетілімділік жиынтығы болып табылады. Слайдтар әртүрлі қызықты суреттермен, сызбалармен және эффектілермен безендірілген жобаның мазмұндық бөлігін қамтиды. Белгілі бір тақырыпқа байланысты жасалған слайдтар тізбегі презентация деп аталады. Презентация жасау процесі өте күрделі, себебі онда қолданылатын пакеттің мүмкіндіктері, презентация құруға бағытталған объективтік факторлар мен аудиторияның физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері ескертілетін. Субъективтік факторларға ерекше көңіл бөлген дұрыс. PowerPoint терезесінің құрылымы. PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін бастау бағдарламалар Microsoft PowerPoint командасын орындаймыз. Microsoft PowerPoint терезесі мұндай негізгі элементтерден тұрады. Тақырып жолағы, құжаттың аты және басқару батырмалары орындалады. Мәзір жолағы, басқа бағдарламалардың өзгешелігі, мұнда слайдты көрсету әмірі орналасқан. Стандартты құралдар және пішімдеу стилі, бұның басқа бағдарламалардан өзгешелігі, мұнда жасақтама және жаңа слайд әмірлерімен ерекшеленеді. Сурет салу құралдар стилі сызбалық нысандармен жұмыс істеуге арналған әмірлер тобын қамтиды. Бұл суреттер салуға, эмблема жасауға, мәтінді әдемі етіп безендіруге мүмкіндік береді. Қалып-күй жолы құжат ақпаратын қамтиды. Беттер санын көрсетеді. Жұмыс аймағы слайдтар жасауға, мәтін, сурет, диаграмма, клип, дыбыстарды орналастыруға арналған аймақ. Тапсырмалар аймағы ағымдағы тапсырмалар тізімін қамтиды. PowerPoint-тың жаңа бағдарламасында өзгешеліктер, тақырып жолағында Office батырмасы орналасқан. Ол құжатты ашу, жаңа құжат құру, баспаға шығару, дайындау, жариялау, жіберу, сақтау командаларын орындайды. Бұл бағдарламаның мүмкіншіліктері өте зор. Мұнда жіберу командасын алатын болсақ, автоматты түрде электрондық почтаға немесе интернетке автоматты түрде жіберуге болады. Жариялау командасын арқылы кез келген бағдарламаға презентация автоматты түрде ауыстырылады. Және де бұл бағдарламада сақталған кезде ескі компьютерде ашылу үшін 97-2003 форматын таңдау қажет. Слайдтарды безендіру. Слайдтарды безендіруде көрмені тартымды етуге суреттердің маңызы зор. Суреттер әртүрлі болады. Біреулері қолдан салынған. Енді біреуі мәтін алғы арқылы фотосуреттен көшірілген. Дайын суретті кірістіру, яғни вставка сурет командасын орындаймыз. PowerPoint бағдарламасында суреттерді алмасу буферін қолдана отырып, басқа бағдарламадағы суреттерді пайдалануға болады. Мысалы, Word бағдарламасында суреттер сақталған құжатты ашып, қажетті суретті белгілеп, көшіру немесе қою командасын қолданып презентацияға әкеліп қоямыз. Осы жерден тышқанмен жан-жағынан тартып, өз қалауыңызша өлшемін өзгерте аласыз. Сурет салу құралдар үстері арқылы слайдқа мәтінді өз кескіндерді WordArt нысандарын кіргізуге болады. WordArt нысанын кірістіргеннен кейін жазбаның сыртқы түрін өңдеуге мүмкіндік беретін WordArt үстелі бірге шығады. Пайда болған терезеде түстер мен сызықтар қосымшасында бояу және түс әмірлерін таңдау арқылы өзгертуге болады. Бағдарламаның мүмкіндіктері: аудиторияға материалдық түсіндіруге қолайлылық,
көптеген мәліметтерді шағын көлемге орналастыру, графикалық мүмкіншіліктерді қолдану, фильм, аудио дыбыстарды қондыру, көптеген дизайндерді арқылы аудитория назарын аудару. Microsoft PowerPoint-та презентация құру тәртібі. Microsoft PowerPoint-та программасын жүктеудің ең қарапайым тәсілі есептер тақтасындағы пуск программы. Microsoft PowerPoint қатарында тышқанды шерту бағдарлама мына түрде ашылады. Көріп отырғандарыңыздай. PowerPoint терезесі. Бірінші тақырып жолағы, екінші мәзір жолы, үшінші стандартты құралдар тақтасы, төртінші пішімдеу құралдар тақтасы, және бесінші көру режимдері, алтыншы тапсырмалар аймағы, жетінші слайдтар құрылымы жұмыс алаңы, сегізінші жұмыс алаңы болып табылады. Слайд құру бірінші қадам создать презентацию деген командасын таңдау. Өзі көріп тұрғандарыңыздай астында жолақпен создать презентацию деп тұр. Бас менюдің жоғарғы жағындағы макет батырмасын басып, өзімізге ыңғайлы деп тапқан шаблонды таңдаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай шетінде тұр. Келесі слайдтың фонын құру үшін формат фон батырмасын басамыз, немесе 2007 жылғы бағдарламада дизайн вкладкасы қолданылады. Келесі фон қою, градиент, текстура, узор немесе рисунок таңдау. Градиенттік бір немесе екі түсті таңдау. Градиенттік міне көріп тұрғандарыңыздай бірінші түс ақ түс, екінші түс фиолетовый түс, екеуін қосып екі түсті дайындау. Сурет, фото немесе дайын сурет, рисунок деген батырманы басып, керекті папканы ашамыз. Узор, компьютерде жасалынған өрнек. Объектілер қою. Объектілерді қою үшін және жаңа слайд қосу үшін вставка мәзірін басу керек. Кесте қою. Вставка мәзірінен таблица әмірін таңдаймыз. Шыққан терезеде баған мен жолдың санын береміз. Міне шетінде вставка таблица, число столбцов, число строк. Оқ батырмасын басасыздар, сіздерде дәл осындай кесте шығады. Фигураларды қою. Сурет құралдар тақтасында автофигуры батырмасын басып, сызба түрлерін таңдау. Отбасы, ата-анаң, бауырларың, достарың, үйің барлығы да көрсетілген. Диаграмма қою. Вставка мәзірінде диаграмма әмірі немесе стандарт құралдар тақтасында батырмасын басу. Шыққан терезеде кестедегі мәндерді өзгерту. Клиптер мен дыбыстарды қою. Вставка мәзірінен фильмы и звук әмірін таңдаймыз. Одан фильм из файла немесе звук из файла пунктін таңдап, керек папканы ашамыз. Керек фильмді немесе дыбысты таңдау керек. Тексті форматтау. Едәуір ірірек өлшемді таңдау. Қарып өлшемі батырмасы. Абзацтарға бөлу, яғни әр жолдың аяғында Enter пернесін басу. Абзацтарға қатысты нөмірлерді немесе маркеттерді орнату, яғни нөмірлер және маркет батырмалары. Жақтау ішіндегі мәтінді сол жақ, оң жақ немесе ені бойынша туралау. Қарып түсін таңдау және тағы да басқа. Слайдтың орындарын өзгерту. Слайды деген ауданынан керек слайды белгілеп, орнынан керекті орынға жылжытамыз. Яғни ауыстырып отырсақ болады. Презентацияда бір слайдтан келесі слайдқа ауысу тәсілдері. Жалюзи. Жалюзи жаңа слайд толық көрінгенше біртіндеп ашылады. Терезеге орнататын жалюзилер сияқты горизонталь және вертикал түрлері болады. Бір жарнаманы екіншісімен динамикалық түрде ауыстыруға арналған жарнамалық слайдтарда қолдануға өте тиімді. Тік төртбұрыш слайдтың дәл центріндегі нүктеге дейін үлкейеді. Дойбылар, шашки. Кішкене квадратшалар слайды тұтас алды да жан жаққа немесе төмен қарай үлкейеді. Ағын, наплыв. Жаңа слайд жоғарыдан төменнен кез келген жақтан немесе кез келген бұрыштан пайда болады да бірте алдыңғы слайдтан жауып қалады. Жарып шығу. Көшу әрекеті тез болатыны соншалықты басқа ауысулардағыдай өте әрекетті байқалмай қалады. Еру. Жаңа слайдты құрайтын кішкене нүктелер бірте үлкейіп, алдыңғы слайдты жауып кетеді. Қара түс арқылы гүлдену. Біртіндеп жоғалу және пайда болу әрекетті жүзеге асады. Жаңа слайд қара фоннан пайда болады. Кездейсоқ жолақтар қалың және жіңішке, вертикал немесе горизонталь. Сызықтар
пайда болады да біртіндеп жаңа слайдқа айналады. Панорама слайд бетінде вертикаль немесе горизонталь орналасқан перде сияқты көрінеді. Бұрыштар жаңа слайд алдында слайдты диагональ бойынша тісті қиықпен жаба отырып пайда болады. Ашылу жаңа слайд бірден тұтас экранды алып тұратын енгізуден, бұның айырмашылығы жаңа бейне экран 8 бағыттың кез келгеніне біртіндеп ашылады. Пайда болу бұрынғы слайдты жаба отырып, жаңа слайд баяу пайда болады. Кездейсоқ ауысу жеке слайдтардың арасындағы ауысулар әртүрлі және әрбір жаңа слайдта кездейсоқ түрде өзгереді. Ауысу жоқ. Келесі слайдқа өту кезінде ешқандай эффект болмайды. Слайдтарға осы ауысулардың бірін қолдану үшін слайдтарды сұрыптау режиміне көшу керек. Кез келген слайдты белгілеген соң, оның жанама менюінен, яғни тышқанның оң жақ батырмасын шерткенде ашылған менюден слайд ауысуы, переход слайда командасын орындаймыз. Осы кезде слайд ауысуы сұхбат терезесінен ашылады. Слайдты көрсету. Егер сіз ағымдық слайдты көрсеткіңіз келсе, слайдты көрсету ағымдық слайдтан батырмасын басыңыз. Ол кішірейтілген слайд белгішелері бар үстелдің төменгі жағында орналасқан. Көрсетудің бірінші слайдтан бастау үшін мәзір жолағының слайдты көрсету бастау әмірін таңдау немесе F5 пернесін басу керек. Слайдты көрсетілу режимін жабу үшін, яғни слайдтарды көрсетуді тоқтау үшін артқа қайту пернесін басуға болады. Слайдты сақтау. Офис сохранить как презентация PowerPoint презентация атын енгізіп, керекті бумаға сақтаймыз. Қорытынды. Көрме сіздің қандайда бір қызметіңізге байланысты материалды ұсынуға арналып, компьютерде жасалған слайдтардың көрсетілімдік жиынтығы. Слайдтар әртүрлі қызықты суреттермен, сызбалармен және эффектілермен безендірілген жобаның мазмұндық бөлігін қамтиды. Белгілі бір тақырыпқа байланысты жасалған слайдтар тізбегі презентация деп аталады. Презентация жасау процесі өте күрделі, себебі онда қолданылатын пакеттің мүмкіндіктері презентация құруға бағытталған объективтік болып табылады. Қолданылған әдебиеттер көрсетіліп тұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.